Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін назарларыңызға осындай бедермен квадратты ұсынатын боламын. Әдеттегідей тоқымамызды бастаймыз. Қолымызға орап, бір үш ілмек іліп аламыз. Бір шалмамен бағанымызды бастайтын боламыз. Бізге осы жерде 3 баған қажет болады. Үш бағанымызды жасадық. Енді екі рет іліп аламыз. Және бір шалмамен тағы да 3 баған жасаймыз. Тағы екі рет іліп аламыз. Осылайша 12 баған жасаймыз. 12 бағанымыз дайын. Енді жібіміздің ұшын түйіндейміз. Тоқымамызды бұрыштан бастау үшін осылай жіпімізді бұрышқа екі іліп жеткізіп аламыз. Тағы да үш ілмегімізді іліп бір шалмамен бағанымызды ары қарай жалғастыратын боламыз. 3 бағанды жасап, екі ілмек жасап аламыз. Ары қарай тағы да 3 баған жасайтын боламыз. Барлығы бізге 24 баған қажет болады. Он екі бағанымызды жасап алдық. Енді дәл осылай екі бұрышынан алты-алтыдан тағы 12 баған жасаймыз. Жібіміздің ұшын түйіндейміз. Үшінші қатарымызды басқа жіппен бастайтын болғандықтан жібімізді осылай жалғап аламыз. Жібімізді жалғап алдық. Тағы да үш ілмегімізді іліп аламыз. Ары қарай бағандарымызды жалғастыратын боламыз. Алты бағанымызды жасадық. Енді ортасына тағы 3 баған қосамыз.
бірінші бағанымызды бір шалмамен, екінші бағанымызды екі шалмамен жасаймыз. Екі шалмамен жасап, осы бірінші қатардан ең ортасындағы бір бағаннан осылай іліп аламыз. Сонда бізде осындай ұзынша баған дайын болады. Енді бір шалмамен тағы бір баған жасаймыз. Осылайша ортасындағы үш бағанымыз дайын болды. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы бір мәрте көрсетіп шығайын. Мұқият қарап алыңыздар. Міне осылай ортасынан іліп, ұзынша бір бағанымызды осылай жасаймыз. Бұл бізде бедер болып түседі. Барлығы 36 бағанымызды жасап шықтық. Енді жібіміздің үшін түйіндейміз. Міне бедеріміз осылай түседі. Осылай төртінші қатарымызды бастаймыз. Үш ілмекпен бағанымыздың басын бастап аламыз. Бір шалмамен тағы да екі ілмек қосып, үш ілмегімізді дайындап аламыз. Үш бағанымызды дайындап аламыз. Екі ілмек жасап, бір шалмамен тағы да үш баған жасаймыз. Бізге барлығы 48 баған қажет болады. Бұл жолы ешқандай да ұзын баған жасамаймыз. Әдеттегідей осылай жай тоқып шығатын боламыз. Сіздерге түсінікті болу үшін ортасынан тағы бір рет көрсеттім. Енді міне 48 бағанымыз дайын. Жібімізді түйіндейміз. Енді 5-ші қатарымызды бастаймыз. 5-ші қатарымызды және басқа жіппен
жалғастыратын боламыз. Осындай сия күлгін жіппен жібімізді қосып аламыз бір-біріне. Жұмыс жібімен осылай жалғастырамыз. Үш ілмегімізді жасадық. Енді бір шалмамен бағанымызды жасаймыз. Әдеттегідей 3 баған жасап алдық. 2 ілмек ілеміз. Және де 3 баған жасайтын боламыз. Менің каналым ұнаса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Осылай 6 бағанымызды жасап алдық. Осы жерден бір шалмамен бір баған жасаймыз. Енді 2 шалмамен ұзын бағанды жасайтын боламыз. Үшінші бағанымызды тағы да бір шалмамен жасаймыз. Ары қарай жалғастырамыз. Екі шалма алып, бағанағы бірінші жасаған ұзын бағанымыздан іліп аламыз. Осылайша екінші ұзын бағанды жасаймыз. Сіздерге бәрі түсінікті деген ойдамын. Не осындай бедер түседі бізде. Бізге барлығы 60 баған қажет болады. Бұл қатарымызды да аяқтадық. Енді жібіміздің ұшын түйіндейміз.
бұл қатарымызды әдеттегідей бір бағанмен тоқып шығамыз. Барлығы 74 баған қажет болады бізге. Осылайша бұл қатарымызды да жалғастырып шығамыз бір бағанмен. Осымен біздің квадратымыз дайын. Мен осындай ғана өлшемде тоқыдым. Егер сіздер қажет болса, өздеріңізге қандай өлшем қажет болады, сол өлшемде тоқысаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет. Менің каналым ұнаса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар.